Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Әйгерім үй жағдайында дәл осындай 5 минутта дайындалатын кокос жаңқасы қосылған дәмді балғын өте жұмсақ. Дәл видеода көрсетілгендей печеньеларды менімен бірге жасаңыздар. Бар жоғы құрамдары жеңіл жасалатын және ұн қосылмайтын, өте папа ұстайтын қыздарға жеңіл печенье. Алдымен каналға тіркеліп қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Керекті құрамдардың барлығын төмендегі описание бөлімге толыққанды жазып кетемін. Алдымен табамызға дәл осылай 2 жұмыртқаны, бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаны дәл осылай жарып салып, оның үстіне 1 кесе қантымызды, яғни сикерімізді салып, біркелкі венчиктің көмегімен, болмаса видеода көрсетілгендей шанышқының көмегімен араластырсаңыз болады. Яғни сикеріміз ерігенше, толықтай бір масса болып ерігенше, дәл осылай сұйықтықта сұйық болып ерігенше араластырамыз. Араластырып болған соң дәл осылай 50 грамм болмаса 100 грамм кокос жаңқасын салып, дәл осылай қоймалжың масса шығады. Дәл осылай араластырып аламыз. Дәл осылай араластырып болған соң оны протеинімізге салып, қызып тұрған пеште толыққанды 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл печеньелардың бір өзгешілігі, ерекшелігі, артықшылығы, ол әрине ұн қосылып жасалмайды. Сондай дәмді балғын печенье болып шығады. Ұн қосылмаса да кокос жаңқасы қосылған соң өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар, арнаға тіркеле өтіңіздер. Алда дәмді талай астар болады.